Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз Қазақстан тарихы 5-ші сынып. Бөлім тақырыбы сақтар, соның ішіндегі сабақ тақырыбы тасмалау археологиялық мәдениеті 2-ші. Сабағымыздың оқу мақсаты ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау. Өткен бірінші сабақта біз мұртты обалар туралы жалпы мәліметтер білген болатынбыз. Бүгінгі 2-ші сабақта жалпы бұл мұртты обалардан қандай заттар табылды, соған тоқталатын боламыз. Тасмалау мәдениетінің археологиялық ескерткіштері сол кездегі тайпаларда темірдің кең қолданыста болғанын көрсетеді. Обалардан жебенің ұштары, қанжарлар, белдіктер, айналар, құрбандық ыдыстары табылды. Мұнда әшекей бұйымдармен қатар жолбарыс, таутеке, бұланның қола және алтын мүсіндері кездеседі. Айналар мен басқа да күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды безендіруде аңдардың таласуы, жыртқыштардың шабуыл жасау көріністері бейнеленген. Мына жерде балалар сол кездегі мұртты обалардың суретін көріп тұрмыз. Енді тасмалау мәдениетінде сол кезде қандай ыдыстар, қару-жарақтар қолданғанын мына суреттен байқаймыз. Тасмалаулықтарда ағаштан, былғары мен темірден жасалған ыдыстар кең қолданыста болған. Археологиялық зерттеу жұмыстарының кезінде осы тасмалау мәдениетінде ағаштан, былғары және темірден көп пайдаланғанын және қыш қалдықтары аз табылғанын байқауға болады. Зерттеушілер бұның себебін көшпелі өмір салтымен байланыстырады. Себебі көшіп қонып жүргенде сына қоймайтын және алып жүруге ыңғайлы ыдыстар тиімдірек болған. Мына суреттен соларды байқау. Келесі, мұртты обалар не үшін салынды? Соған зерттеушілердің көпшілігі мұртты обалар жаратушы мен ата-баба рухына табыну орны болған деп есептейді. Тас тізбектегі оттың, сынған ыдыстың қалдықтары құрбандық шалу дәстүрі мен діни наным сенім белгілерін. Қайтыс болған адамның аяқ жағына көмілген жылқы қаңқасы олардың күнге табынушылығымен байланысты. Ал мұртшалар күнге апаратын дәліз жол қызметін атқарған. Кейбір обалар ірі көлемді, ал құрылысы күрделі. Балалар, біз өткен сабақта айтқан болатынбыз, сақтар көбінесе Құдай деп күнде есептегенін және құрбандыққа жылқы малын шалғанын өткен сабақтан. Тасты тізбектері бар құрылыс кешендерінің салынуына еңбектің көп жұмсалуы мұнда ру тайпа көсемдерінің жерленгенін айқындайды. Олардың жанында қатардағы тайпаластарда жерленген қарапайым обалар да бар. Ол қоғамдағы әлеуметтік көрсетеді. Жалпы мұртты обалар ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін жеткен бірегей ескерткіштер. Олар ежелгі заманда Қазақстан аумағында өзіндік ерекшеліктері бар мәдениет болғандығын айқын дәлелдейді. Енді балалар, біз бүгін тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма бізде мұртты обалардың ерекшелігі неде, мұртты обалардан не табылды және тасмалау мәдениеті алғаш қай жерден табылғандығы. Осы сұрақтарға жауап жазамыз. Екінші тапсырма иә жоқ кестесі деп аталынады. Мына тұрған кестеде берілген тұжырымдардың иә немесе жоқ екенін дәлелдеп жазасыңдар. Үшінші тапсырма Вен диаграммасын толтырамыз. Яғни бұл жерде балалар өткен сабақтағы берел қорымы мен тасмалау мәдениетінің айырмашылығы екі қорымның және ұқсастығын дәлелдеп жазамыз.